Сәлеметсіздер, есімім Сабина. Инфекционный больницаға 29 ноябрь күні түстік. Кішкентай қызым бірде, өкінішке орай кор инфекциясын вирусын жұқтырттық. Прививкасын алып үлгермедік. Бір жасына толғанда корға қарсы прививкасын міндетті түрде алам деп жүргем. Үлгермедік, сол себепті ауырып та қалдық, өте өкінішті. Прививка алмаған жағдайда ауру қатты балада жүреді екен, асқынулары жаман екен. Сол 29 түсіп, 30 күні реанимацияға дейін түстік. Аллаға шүкір, бірақ реанимациядан шықтық. Қазір енді баланың жағдайы тұрақталды, бірақ ата-аналарға үлкен өтініш айтарым, балаларды жаңағы екпеден қалдырмаңыздар. Мына балалар екпе алмағандықтан мінекей осындай жағдайға душар болып отырмыз. Сол үшін құрметті аналар, қарсылық білдірмей балаларыңыздың екпе алуын қадағалаңыздар. Екпе алғанның еш жаманшылығы жоқ, керісінше балаларыңызға ол пайдалы, иммунитетін көтереді. Екіншіден, осындай даже жұқтырған жағдайдың өзінде балаларыңыз жеңіл өтеді ол аурудан. Тіпті ауырмауы да мүмкін. Менің үйімде осы қызымның алдында 2 ұлым бар, екеуі де екпелерін түгел толық алған. Сол себепті деп ойлаймын, ол кісілердің қазір жағдайы жақсы. Қызымнан оларға жұққан жоқ, ешқандай әлі симптомдар жоқ, болмай-ақ қойсын. Соның барлығы екпенің арқасында деп ойлаймын. Сол үшін екпелерді уақытылы алып жүріңіздер. Соған шақырамын.